Бауыржан Момышұлының дүниеден өткен күні туралы Зейнеп Ахметованың естелігінен. Атамыз елде Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылғанына 250 жылдығы тойланып жатқан күні 10 маусымда қайтыс болды. Қосылсаңдар өздерің қосылыңдар, мен кеттім дегендей. Соныменен атамыз 4 күн жатты, жерленбей. Өкімет той болып жатқандықтан жерлеуге рұқсат бермеді. Одан ертесіне СССР-дің әдебиеті мен мәдениетінің күндері басталды. Бүкіл орыстар көшіп келді. Орыстардың бүкіл атақтысының бәрі Алматыға келді. Осындай кезде қайын атамды алып жүруге рұқсат бермеді. Осыншама адам жиналып жатыр. Мен мұны ешкімге тілемес едім. Әлі есіме түссе жүрегім ауырады. Бұл туралы еш жерде айтпадым, еш жерге де жазбадым, деді батырдың келіні Зейнеп Ахметова. Сол кезде жерлеу рәсімін уақытылы жасауға бізді араластырмайды, рұқсат етпейді. Себебі ол кезде Совет үкіметінің уақыты. Қазір болса кетәрі дейсің ғой. Ол кезде олай жасай алмайсың. Солайша атаның денесін 4-ші күн дегенде қара жер қойнауына тапсырдық. Қазір 1-ші Кеңсай дейді ғой. Сол Кеңсайдың жоғарғы жағында төбе болды. Көк майса гүлдер өсіп тұрған жалғыз төбе. Сонда атаның денесі жалғыз қойылды. Ол әскери адам болғандықтан солдаттар жерлеу рәсімінде аспанға 3 рет оқ жаудырды. Қайын атамды қабірге түсіргенде аяқ асты аспанды қара бұлт басып, найзағай жарқылдап, жаңбыр жауа бастады. Кейбіреулер оқ атудан деп айтты. Бірақ мен атаның 4 күн денесін жерге тапсырмай қорлағандарға қатқан жауабы шығар. Не табиғаттың тылсым күші шығар деп ойлап таңдандым, дейді Зейнеп Ахметова. Атаны жерлеп болған соң аза асында талай артистің бағын ашқан марқұм Асқар Тоқпанов сөйледі. Уа жұртым, біз Баукеңді тірі кезінде бағаламадық. Енді қайтыс болғанда да ұятты болып жатырмыз. Бір оңаша төбеге апарып, жетімсіретіп жалғыз өзін қойып қойдық. Баукеңді Панфилов паркіне жерлеу керек еді, деді. Артынша Бақытжан сөйледі. Елге осындай қиын сәтте қолдау білдіргеніне рахметін айтып, артынша әкесі туралы бірер сөз айтты. Ол, әкем өзі жұрттан оқшау адам болған еді. Жерленген жері де басқалардан оқшау, адам аяғы тимеген, өзі секілді биік жер болды. Паркке жерленбеді деп ренжімеңіздер. Парк ол көпшілік жер. Итін жетектеп қыдырып сауық салатын орын ғой. Мен әкемнің өзіне тиісті жерге қойылғанына риза болып отырмын, деді. Десе де атаның 100 жылдығында сол Панфилов паркіне атаның ескерткіші қойылды.